Келесі 646 есептің біріншісін шығарайық. 15-тен 11 х тең 77-ге. Х-тен 77 бөлінген 15-тен 11. Ол дегеніміз 77 көбейтілген 11-ді бөлшектің бөліміне түсіремізде 15-ті алдына шығарамыз. Қысқартып жібереміз, 7 болады. Сонда 7-ні 15-ге көбейтетін болсақ, 105-ге тең болады. Сонда x-тің нәтижесі 105-ге тең екен. Келесі екіншісін шығарайық. 28-ден 23х тең 92. Х-тен 92 бөлінген 28-ден 23 тең 92 санын өзін жазып қоямыз. 23-ті бөлшектің бөліміне түсіреміз, 28-ді алдына шығарамыз. Қысқартайық. 4 болады. 4 пен 28-ді көбейтетін болсақ, 112-ге тең болады. Сонда x-тің жауабы 112 екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 64-ден 15 х тең 25-ге. Х-тен 25 бөлінген 64-тен 15 тең 25 санын өзін жазып қоямыз. 15-ті бөлшектің бөліміне түсіреміз, 64-ті алдына шығарамыз. Тең қысқартамыз. 5 санына 5 болады, 3 болады. 64-ті 5-ге көбейтсек 320, бөлшектің бөлімінде 3, сонда 106 бүтін 3-тен 2-ге тең болады екен. X-тің нәтижесі 106 бүтін 3-тен 2. Келесі төртіншісін шығарайық. 5 бүтін 3-тен 1 х тең 8 бүтін 9-дан 8. Аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып жазалайық. 3, 15, 16 х тең 9 көбейтетін болсақ 72, оны қосатын болсақ 80 болады. Сонда х тең 9-дан 80 бөлінген 3-тен 16 тең 9-дан 80 көбейтілген 3 алдына түседі, 16 бөлімде түседі. Қысқартып жібереміз. 3 саны 80 мен 16 санын қысқартамыз. 16-ның өзіне 5 болады. Сонда 3-тен 5-ге тең болады екен. Бұл дегеніміз 1 бүтін 3-тен 2-ге тең. Сонда x-тің жауабы 1 бүтін 3-тен 2-ге тең екен. Келесі 5-шісін шығарайық. 3 бүтін 5-тен 2 y тең 6 бүтін 5-тен 4. Y тең 6 бүтін 5-тен 4 дегенді бұрыс бөлшекке айналдырып жазалсақ, 34 болады. Бөлу бөлшектің бөлімінде 5, 15, 17 тең 5-тен 34 алдына 5 шығады, бөлшектің бөлімінде 17 түседі, қысқарып кетеді. Қысқартып жіберсек 2 болады. Сонда y-тің жауабы 2-ге тең. Y-тен 2. Келесі 6-шыны шығарайық. 9 бүтін 2-ден 1 y тең 14 бүтін 4-тен 1. Y-тен бөлшектің бөлімінде 4 көбейтіп қосатын болсақ 57-ге тең болады. Бөлінген бөлшектің бөлімінде 2, 18, 19 тең 4, 57, 2 алдына шығады, 19 бөлшектің бөліміне түседі. Қысқартатын болсақ 3-ге тең болады.
2 тең болады. Сонда 3 бөлінген 2 ол дегеніміз 1,2-ден 1-ге тең. Сонда y-тің жауабы 1,2-ден 1-ге тең екен. Келесі 647-ші есептің біріншісін шығарайық. Берілгеннен кейін тең деп жалғастырамыз да ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарамыз. Екеуінде де бар бізде 3,4-тен 3. Көбейтілген жақшаның ішінде қалады 1,3-тен 2 қосылған 3-тен 1. Тең 3,4-тен 3 көбейтілген ортақ бөлімнің қажеті жоқ. Қосатын болсақ 1,3-тен 3 тең. Араласанды бұрыс бөлшекке айналдырып жазамын. Бөлшектің бөлімінде 4, 12, 15 болады. Көбейтілген бөліп жіберетін болсақ 1 болады, қоссақ 2 болады екен. Тең қысқартайық 2 санына 2 болады. Сонда 15 бөлінген 2. Ол дегеніміз 7,2-ден 1-ге тең болады екен. Екіншісін шығарамыз. Тең деп жалғастырамын. Екеуінде де бар саны жақшаның сыртына шығарамыз. Ол бізде 1,5-тен 2 көбейтілген жақшаның ішінде қалды 2,7-тен 5 азайтылған 14-тен 3. Тең ортақ бөлім 14 санынан 2 рет болар. Сонда араласаны бірден бұрыс бөлшекке айналдырып жазса 5. Көбейтеміз, қоссақ 7-ге тең болады. Көбейту бөлшектің бөлімінде 14. Так, бүтін бөлігі 2-ге тең болады. 10-нан 3-ті азайтатын болсақ 7-ге тең болады екен. Тең. Енді 5-тен 7 санын өзін жазам. Аралас бөлшекті бұрыс бөлшекке айналдырып жазам. 14, 28 қоссаң 35-ге тең болады. Тең қысқартайық. 5 санын қысқартсақ 7 болады. Қысқартып жіберейік. 7 санның өзіне 2 болады. Сонда 7 бөлінген 2. Ол дегеніміз 3,2-ден 1-ге тең екен. Келесі үшіншісін шығарамыз. Тең деп жалғастырамын. Берілгеннен кейін екеуінде де бар 9-дан 1 санын жақшаның сыртына шығарып жіберемін. Жақшаның ішінде 1,6-тан 5 қосылған 1,6-тан 1 қалады. Тең 9-дан 1 санын өзін жазып қоямын да көбейту деймін. Бүтін бөліктерін қосатын болсақ 2-ге тең, бөлшектің бөлімі 6-ға тең, бөлшектің алымы да 6-ға тең болады. Тең. Сонда 9-дан 1 көбейтілген 6-ны 6-ға бөлетін болсам 1-ге тең, оны бүтін бөлікке қосып жіберетін болсақ 3 болады. Тең. Қысқартайық. 3 санын өзіне 3. Сонда жауабы 3-тен 1-ге тең болады екен. Келесі төртіншісін шығарамыз. Екеуінде де бар сан, яғни ортақ көбейткіш 5-тен 3. Жақшаның ішіне сыртына шығарып жіберемін. Берілгеннен кейін тең деп жалғастырып жатырмын. 1,8-ден 3 азайтылған 8-ден 1 саны алады. Тең. Так, 5-тен 3 санын өзін жазып қоямын. Көбейтілген 1 бөлшектің бөлімінде бізде 8 саны болады, алымда 2 саны болады екен. Тең 5-тен 3 көбейтілген 8 10 болады. Қысқартайық. 5 санына 2 болады. 2 мен 8 қысқартсақ 4 болады. Сонда жауабы 4-тен 3-ге тең болады. Келесі 648 есептің біріншісін шығарайық. 12-ті ықшамдап мәнін табыңыздар. Бірінші ықшамдап алайық. 6,7-тен 3а қосылған 1,2-ден 1а. Тең ортақ бөлім береміз. 14 санынан 7 болады, 2 болады. Бүтін бөліктерін қосатын болсақ 7-ге тең. Бөлшектің бөлімі 14, алымы 3-ті 2-ге көбейтсек 6 болады.
7-ні 1-ге өтсек 7 болды. 6 мен 7-нің қосындысы 13а тең. Енді a'мыз 14-ке тең болған жағдайда дейді. Яғни 7,14-тен 13 көбейтілген а. А дегеніміз енді 14 қой, бірден жазайық осы жерде. Көбейтілген 14 деп аның орнына қойдым нәтижесін. Енді араластарында бұрыс бөлшек айналдырып жазып аламын. Бөлшектің бөлімінде 14 болады. 14 санын 7-ге көбейтіп 13-ті қосатын болсақ 111-ге тең. Оны 14-ке көбейтетін болсақ 14 пен 14 қысқарып кетеді де нәтижесі 111-ге тең болады. Келесі екіншісін шығарайық. 8b азайтылған 3,9-дан 5v тең ықшаны да болайық. 8 санын жазайық. 7,9-дан 9v азайтылған 3,9-дан 5v деп. Тең бүтін бөліктерін алатын болсақ 4-ке тең болады. Бөлшектің бөлімі 9-ға тең, алымы да 4-ке тең болады. Сонда болады. Яғни 4,9-дан 4v-ға тең. Енді v-ның нәтижесі бізде 4,9-дан 4v-ның нәтижесі 5-тен 3-ке тең. Орнына апарып қоямыз. Аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып жазайын. Бөлшектің бөлімі 9, 36 40-қа тең болады. Жоқ, 36 40-қа тең. Көбейтілген бөлшектің бөлімінде 5, алымында 3. Қысқартайық. 5 санына 8 болады. 3 санына қысқартсақ 3 болады. Сонда 3-тен 8. Аралас санға айналдыратын болсақ 2,3-тен 2-ке тең екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 2,10-нан 3a азайтылған 1,3-тен 2a тең. Ортақ бөлім берейік. 30 санынан 3 болады, 10 болады. Бүтін бөліктерін азайтатын болсақ 1-ге тең. Бөлшектің бөлімі 30-ға тең. Алымы 9 азайтылған 20a тең. 9 санынан 20 санын азайта алмаймыз. Қарыз сұраймыз бүтін бөліктен. Сонда бөлшектің бөлімі 30-ға тең болады. Алымы 30 қосылған 9 азайтылған 20a болады екен. Тең. Так, азайтатын болсақ, алымы 19-ға тең болады. Бөлшектің бөлімі 30-ға тең болады. А. Енді аның орнында бізде 6-ға тең екен. Апарып қояйық. Сонда 30-дан 19 көбейтілген 6 тең. Қысқартамыз 5 болады. Сонда 5-тен 19. Аралас санға айналдыратын болсақ, 19 санның ішінде 5 3 рет болады. Қалдығы 4-ке тең, бөлімі 5-ке тең болады. Сонда 3,5-тен 4-ке тең болады екен. Келесі 4-ші есебін шығарайық. 2,8-ден 5v қосылған 3,4-тен 1v тең. Ортақ бөлім 8 санынан 2-ден береміз. Сонда бүтін бөліктерін қосатын болсақ 5-ке тең. Бөлшектің бөлімі 8-ге тең. Алымы 5 қосылған 2v тең. 5,8-ден 7v-ға. Енді бұның нәтижесі орнына апарып қояйық. 5,8-ден 7 көбейтілген v-ның нәтижесі бізде 2,3-тен 2-ке тең. Так, аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып жазам. Бөлшектің бөлімінде 8, так, 47-ге тең болады. Көбейтілген бөлшектің бөлімінде 3, 6, 8-ге тең. Тең. Қысқартып жібереміз. Сонда 3-тен 47-ге тең. Аралас санға айналдыратын болсақ, 15,3-тен 2-ге тең болады екен. Келесі 649-ші есептің біріншісін шығарайық. 2,3-тен 1 санының квадраты азайтылған 9-дан 4 тең.
аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып жазамын да бірден квадраттаймын. Яғни квадратта дегеніміз сол санды 2 рет көбейт деген сөз. Сонда бөлшектің бөлімінде 3 болады, 6, 7, я? Енді осыны квадраттайтын болсақ, 3-тен 7 болады. Азайтылған 9-дан 4 тең бөлшектің бөлімі 9-ға тең болады, алымы 49-ға тең болады. Азайтылған бөлшектің бөлімінде 9, алымында 4. Ортақ бөлім қажет жоқ, 9-ның өзі болады. Азайтатын болсақ, бізде 45-ке тең болады екен. 45 санын 9-ға бөлетін болсақ, 5-ке тең екен. Келесі екіншісін шығарамыз. 1/2-ден 1-дің 3-ші дәрежесі қосылған 8-ден 5 тең бөлшектің бөлімінде 2 3-ке тең болады. Осы санды енді 3 рет көбейтеміз, себебі 3-ші дәрежесін сұраған бізде. Қосылған 8-ден 5 тең бөлшектің бөлімі 8-ге тең болады, алымы 27-ге тең болады екен. Қосылған 8-ден 5 бөлшектің бөлімінде 8 санын жазамыз, алымында 32 саны болады. 32 санын 8-ге бөлетін болсақ, 4-ке тең болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 3/9-дан 5 қосылған 3-тен 2 санының квадраты тең аралас санды бірден бұрыс бөлшекке айналдырып жазсам болады. Ол дегеніміз сонда 9 аралас санмен қосылайықшы, 3, 5 қосылған квадраттаймыз. 3-тен 2 көбейтілген 3-тен 2 тең 3/9-дан 5 қосылған бөлшектің бөлімінде 9, 4 тең бүтін саны 3-ке тең болады, бөлшектің бөлімі 9-ға тең болады, алымы 9-ға тең болады екен. 9 9-ға бөлсек 1, алымымен 4-ке тең болады. Келесі төртіншісін шығарайық. 2-ден 1-дің 4-ші дәрежесі қосылған 3/4-тен 1. 2-ден 1-дің 4-ші дәрежесін шығарайық бірінші. 2-ден 1 көбейтілген 2-ден 1 көбейтілген 2-ден 1 қосылған 3/4-тен 1 тең бөлшектің бөлімі тең болады. Бізде қосатын болсақ 16 болады. 16-тан 1 қосылған 3/4-тен 1 тең ортақ бөлім 16 санынан 4-тен бөлеміз. Бүтін бөлігі 3-ке тең, бөлшектің бөлімі 16-ға тең, 1 қосылған 4 5-ке тең болады. Сонда 3/16-тан 5-ке тең екен. Келесі 5-шісін шығарайық. 7/5-тен 2 азайтылған 5-тен 2-нің жақша сыртында 2-ші дәрежесі тең. 7/5-тен 2 санын өзін жаз қоям. Азайтылған 5-тен 2 көбейтілген 5-тен 2 тең. 7/5-тен 2 азайтылған 25-тен 4. Ортақ бөлім 25 санынан 5-тен берем. 7 бөлшектің бөлімінде 25 10 азайтылған 4 бізде 6-ға тең болады. 7/25-тен 6-ға тең екен. Келесі 6-шысын шығарайық. 9 азайтылған 1/3-тен 1-дің 2-ші дәрежесі тең 9 азайтылған аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыратын болсақ, бөлшектің бөлімінде 3 4-4-тің 2-ші дәрежесі тең 9 азайтылған бөлшектің бөлімінде 9, алымда 16. Ортақ бөлім береміз. 9 санынан бөлшектің бөлімінде 9 көбейтетін болсақ 81 азайтылған 16. Ол дегеніміз бөлшектің бөлімінде 9, алымында 65 болады. 65 санының ішінде 9 бізде 7 рет болар.
қалдығы 2 бөлшектің бөлімде 9-ға тең болады екен. Келесі 650-ші есебіміз. Автотұрақта жеңіл машинелер және автобустар тұр. Олардың 4-тен 1-і және 8-і жеңіл машинелер. Қалғаны 10 автобус. Автотұрақта барлығы неше жеңіл машина және автобус тұр. Бізде X-ті барлығы деп белгілейік, себебі барлығы бізде белгісіз. Енді осының 4-тен 1-і, яғни X-ті көбейтеміз 4-тен 1-ге, яғни 4-тен X қосылған 8-і бізде жеңіл машина. Жеңіл машина, ал қалғаны 10 автобус екен. Енді автотұрақта барлығы неше жеңіл машинелер және автобустар тұр дейді. Енді біз барлығынан жеңіл машинаны азайтып тастайық. X азайтылған X бөлінген 4 қосылған 8 тен X минус 4-тен X минус 8 тен ортақ бөлім береміз. 4 санынан бөлшектің бөлімінде 4x-тен азайтамыз X-ті, ол 3x азайтылған 8-ге тең болады. Бұл бізде автобустар, яғни сол автобустардың саны бізде 10-ға тең теңестірейік. Сонда 3x бөлінген 4 азайтылған 8 тен бізде автобус, ол бізде 10-ға тең еді. Сонда 3x бөлінген 4 тен 10 қосылған 8. Сонда 3x бөлінген 4 тен 18-ге. Енді 3x тен 18-ді көбейтеміз 4-ге. Сонда x тен 18 көбейтілген 4 бөлінген 3 деп түсіріп жіберсек болады. Қысқартып жіберетін болсақ 6 болады, 6-ны 4-ге көбейтетін болсақ 24-ге тең болады екен. Сонда барлығы автотұрақта 24 машина бар екен.